Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге датчик движения мен датчик присутствияның айырмашылығын көрсететін боламыз. Біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңіз білмейсіздер. Датчик движения деген адам қимыл жасаған кезде ғана светті қосады. Ал егер қимылсыз қалып қалатын болса, светті өшіріп тастайды, адам бар болса да. Ал датчик присутствия бізде адамның бар екенін сезеді және свет үнемі қосылып тұрады. Адам жоқ кезде ғана светті өшіреді. Ал енді оны іс жүзінде тексеріп көрейік. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай светті жалғап қойдық. Мынау бізде датчик движения, бұл беспроводной, яғни хапқа жалғау арқылы байкамен сымсыз жұмыс жасайды. Ал мынау бізде датчик присутствия, бұл тек қана бізде 12 вольтта жұмыс жасайды. Сол үшін бізде блок питание жалғап қойдық. Жалғануына келетін болсақ, бұл жерде бізде тек қана плюс пен минус қана. Және де мынау бізде 4 батырмалы включатель, және де бұған 4 свет жалғап қойдық. Ал енді бұларды приложениеге енгізетін боламыз. Ал достар, алдымен мына приложение қалай енгізетінін көрсетейін. Ең алдымен біз хабты енгіземіз, себебі бұл датчиктердің барлығы бізде хаб арқылы жұмыс жасайды. Бізде хабты тапты, Wi-Fi-ға енгіземіз, паролін жазып. Мінеки енгізілді. Енді хабтың ішіне кіріп, Zigbee-ді басып таңдаймыз. Себебі бұл датчиктердің барлығы бізде Zigbee арқылы жұмыс жасайды. Добавить устройство. Неке бізде датчик движения шығады қазір. Датчик движения. Совершено. Енді біз датчик присутствияны енгіземіз. Бұларды енгізу режиміне қою үшін бұның кнопкаларын 5 секундтай басып тұрамыз. Мінеки енгізілді. Совершено. Датчик присутствияның ішін қарайтын болсақ, бұл жерде біз чувствительностін өзгерсек болады. Адамның сезуіне байланысты бар екен. Және де бұның расстояниесі. Бұл өзінің 0-ден бастап, мысалға, почти 10 метрге дейін расстояниян қойсақ болады. Сол аралықта адамның бар екен сезетін болады. Енді біз включатель жалғаймыз. Включательді жалғанды. Завершено. Міне барлығын осылай енгізіп алғаннан кейін енді біз включательмен датчиктерді байланыстыратын боламыз. Ол үшін создать сценарийге кіреміз. При изменении статуса выбрать одно устройство. Алдымен датчик движения алайық. Состояние пассивного ИК. Подтвердить. Тогда добавить задачу устройства. Выбрать несколько устройств. Установить включатель. Он. Барлығын таңдаймыз. Подтвердить. Сохранить. Атын жазып қоя саламыз. Движение включен. Подтвердить. Енді бұны создать сценарий кіреміз қайтадан. Выбрать одно устройство. Бұл екінші рет создавать етіп отқанымыздың себебі, қазір біз датчик движения қосады, бірақ өшірмейді. Енді өшіретін создавать етеміз. Пассивный ИК, никто не пришел. Подтвердить. Добавить задачу устройства. Выбрать несколько устройств. Установить включатель. Off. Барлығын таңдаймыз. Подтвердить. Сохранить. Движение включен. Выключен. Да, подтвердить. Мінеки осылайша біз датчик движениеге сценарий жаздық. Енді бұл бізде әр қимылдаған сайын светтерді қосып отыратын болады. Осылайша біз датчик присутствиеге де сценарий жазамыз. Так, human presence sensor. Бізде nobody, somebody деген адам бар деген сөз. Подтвердить. Добавить задачу устройства, несколько устройств.
Установить включатель. Он барлығын таңдаймыз. Подтвердить. Сохранить. Присутствие в включенном состоянии. Сохранить. Енді бұны өшіретін сценарий жазамыз. Выбрать одно устройство. Присутствие. Nobody деген адам жоқ кезде светті автоматически өзі өшіретін болады. Подтвердить. Добавить задачу устройства. Выбрать несколько. Установить включатель. Off. Ешкім жоқ кезде барлығын өшіріп тастайды светті. Подтвердить. Сохранить. Присутствие включен. Міне достар, жаңа приложениеде қалай енгізу керегін түсіндіріп өттім. Қазір мына бізде приложение арқылы датчикті көре аламыз. Адам жоқ деген белгі. Ал енді датчик движение көрейік. Қимыл болған кезде автомат түрде өз цветтерді жақты. Ал енді қимылсыз отырып қалатын болсаң, цветтерді өз автомат түрде өшіріп тастайтын болады. Мінекей, қимылдасаң қайтадан жағады. Мінекей, датчик присутствиені қарайық. Телефонда қарасақ, nobody деп тұр. Демек, ешкімді сезіп тұрған жоқ. Ал енді қазір датчик присутствиені өзіме қарататын болсам, somebody пайда болды. Демек, адам бар деген сөз. Мен қазір қимыл жасамай отыра берсем де, менің бар екенін сезіп, цвет әрдайым қосылып күйде тұратын болады. Міне достар, сіздерге датчик движение мен датчик присутствиенің айырмашылығын, қалай жұмыс жасайтын, қалай тіркеу керегін барлығын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер де датчиктер қызықтырса, төмендегі нөмірге хабарласып, заказ берсеңіздер болады.